Ассалаумағалейкум. Соңғы уақыттары естіп жатқан жаңалықтар басымызға жай ұрғандай тиіп жатыр. Соның ішіндегі ең маңызды екі жаңалық. Біріншісі, Қазақстанда Ресей атом электр станциясы салынатын болды. Тоқаев өз келісімін берді. Екіншісі, одан да сорақысы. Енді Қазақстандағы электрондық үкімет жүйесі ЕГОВ Ресей компаниясы арқылы басқарылатын. Ол дегеніміз бітті. Біз тәуелсіздігімізді жоғалттық деген сөз. Қазақстан толықтай Ресейдің отарына айналды. Мен осының алдында да қанша қақсап жүрдім. Біз жылдан жылға Ресейдің қойнына кіріп бара жатырмыз, отарланып бара жатырмыз деп. Ал енді бұл қадам Қазақстанды отарлаудың ең соңғы қадамдарының бірі. Одан ары тек жалғыз ғана қадам қалды. Атом электр станциясын салған кезде соны қорғау мақсатында соны сылтауратып Ресей әскерін кіргізу ғана. Бұл соңғы қадам. Енді алдағы уақытта Ресей әскерлерін күте беріңіздер. Олар елімізге басып кіреді. Бізде екінші Украина болады. Бірақ сол кезде айтпады демеңіздер. Сол кезде таңғалмаңыздар. Бұлар қайдан шыға келді. Біз өзіміз соған кінәліміз. Және сол жаңалықтардың алдында басқа да жаңалықтар болған. Бірақ ешкім оған мән бермейді. Мысалы, перепись населения дейді, халық санағы. Одан кейін халықтардағы қару жарақты тіркеу процесі. WhatsApp чаттарда тарап жүрді ғой. Адамдар үйге келіп тоқылдатады, үйде кімде қандай қару жарақ бар, соның бәрін тексереді. Осының бәрі бекерден бекер емес. Оның бәрін Ресей ұйымдастырып отыр. Бұл Ресейдің стратегиялық жоспары. Қазақстанда қанша халық тұрып жатыр, қазақтың саны қанша, қай өңірде қанша қазақ тұрады, соның бәрін оларға білу керек. Сол үшін олар халық санағын ұйымдастырды. Содан кейін қазақта қанша қару жарақ бар. Егер ертең біз әскер кіргізсек, бізге Қазақстанның әскері емес, әскер ол бұйрықты орындайды. Әскер емес, қазақ халқының өз еркімен егер бізге қарсылық білдірсе, олар бізге қаншалықты тойтарыс бере алады деген мақсатта сол халық санағын және қару жарақты тіркеу жұмыстарын ұйымдастырып отыр. Оның бәрін Ресей алдын ала жоспарлап қойды. Ал енді біздің бүкіл азаматтарымыздың жеке деректері конфиденциалды, ешкім қолын сұғуға рұқсаты жоқ деректерін, әрбір азаматтың биометриялық көрсеткіштерін, жеке құжаттарын біздің билік Ресейдің қолына тапсыра салды. Енді олар біздің әрқайсымыздың қанша ақшамыз бар, қандай табысымыз бар, қай жерде тұрып жатырмыз, қандай баспанамыз бар, қандай машинамыз бар, отбасында қанша адам тұрып жатыр, қандай қарыздарымыз бар, қандай кредиттеріміз бар, қандай айыппұлдарымыз бар, соның бәрін біліп отырады. Ресей соның бәрін енді білетін болды. Бітті, біз тәуелсіз емеспіз. Ал енді осының бәрін Ресей қалай жүзеге асырды? Қалай олар бізді ешқандай соғыссыз басып алды? Бәрі оп-оңай. Олар бұл жоспарды жүзеге асыру үшін ең негізгі құрал ретінде орыс тілін қолданды. Қазақстанда орыс тілінің үстемдігін орнатып, қазақ тілін басып жаншу арқылы, орыс тілді ақпаратты күшейту арқылы олар идеологиялық соғыста жеңіске жетті. Ал идеологиялық соғыста алынған жеңіс басқа майдандарда автоматты түрде жеңіс әпереді. Ең бастысы идеологиялық соғыс. Өздеріңіз ойлаңыздар, егер қазақтар орыс тілін білмесе, Ресейге біз тәуелді болар ма едік? Әрине болмас едік. Біз орыс тілін білмесек, Ресейге тәуелсіз болар едік. Өйткені біз олардың ақпаратын тұтынбайтын едік. Біз идеологиялық тұрғыдан мүлдем басқа бағытта қимылдайтын едік, басқа бағытта жүретін едік. Біз орыс тілін білгендіктен, орыс тілінде ақпарат бізде басым болғандықтан, қазақ тілінің жағдайы мүшкіл болғандықтан, біз Ресеймен бір ақпараттық кеңістіктеміз. Сондықтан олар соны пайдаланып, Қазақстанда өздерінің үстемдігін орнатып жатыр. Экономикалық бағытта да олар экономикалық экспансия жасап, біздің бүкіл нарығымызды басып алды. Тілдің арқасында бәрі. Ал сіздер болса, қазақтар, ары қарай жүре беріңіздер солай. Тіл маңызды емес деп. Алдымен экономикамызды көтеріп алайық, алдымен әлеуметтік жағдайымызды дұрыстап алайық деп жүре беріңдер солай. Мен өзім білем қай тілде сөйлейтінімді. Мен мысалы дүкендерге кірген кезде маған кассирлер ылғи орысша сөйлейді. Мен айтамын ғой, неге орысша сөйлейсіз деген кезде, ойбай, кешіріңіз, мен сізді орыс деп ойлап қалдым дейді. Мен айтамын, сіз ұлтқа қарамаңыз. Бәріне қазақша сөйлеу керек десем, мінез көрсете бастайды. Мен өзім білем қай тілде сөйлейтінімді деп шыға келемін. Ары қарай біле бер қай тілде сөйлейтінімді. Егер саған тәуелсіз Қазақстан керек болмаса, ары қарай солай біле бер. Өзің біл қай тілде сөйлейтініңді.
Саған тәуелсіз Қазақстан керек емес қой. Ары қарай солай құжаттарды орыс тілінде толтыра беріңдер. Қазақша нұсқасы дайын емес қой. Ол әлі аударылмаған деген неше түрлі сылтау айтып. Мысалы, осыдан 2 жыл бұрын мен жұмысқа орналасқан кезде орысша келісімге қол қоюдан бас тарттым. Сол кезде хатшы, директордың хатшысы өзі қазақ, менен жақсы қазақша сөйлейді. Маған айтты, қазақшасы дайын емес, оны орысшасын біз жаңарттық дейді, қазақшасын жаңартқан жоқпыз, оны аудару керек, оны жаңарту керек деп. Мен айттым, маған беріңіз, мен өзім аударып беремін дедім. Сөйтіп ол кісі барды да менің бастығыма барып шағымданды. Сөйтіп мен жұмысқа орналаспай тұрып, бастықпен ара қатынасым бұзылып кетті. Сол өзіміздің қазақтарымыз бәрі білдіріп жүрген. Және менің жұмысымда коллективте 90% қазақтар болды. Ауылдан шыққандар болды, оңтүстік өңірлерден келгендер болды, қазақша менен жақсы сөйлейтіндер болды. Көбі менен жақсы қазақша сөйлейді. Бірақ құжат толтырған кезде бәрі құжатты орысша толтырады. Қазақша мен жалғыз ғана толтырып жүрмін. Ары қарай жүре беріңдер солай. Орыс тілін қолданып. Тіл маңызды емес деп. Ары қарай жүре беріңдер қазақ тілін талап етіп. Орыстар ренжиді ғой деп. Біздің полицей мырзалар сияқты. Оғыз Доғанның үйіне түн ішінде басып кіріп, сендер не істеп жүрсіңдер? Орыстар ренжиді ғой деп. Ары қарай жүре беріңдер солай. Орыстардың табандарын жалап, өз ана тілдерінде аяққа таптап. Егер сіздерге тәуелсіз Қазақстан керек болмаса. Ары қарай біздің өтірік президентке сене беріңдер. Ол білімді адам ғой, ол оқымысты, ол мәдениетті адам, халықтың қамын ойлайды деп. Жүре беріңдер солай. Ресейдің адал қызметшісіне сен. Егер біздің президентіміз өз ұлтының мүддесін қорғамаса, өз ұлтшылдарын қудаласа, Ресейге қызмет етсе, Ресейден бұйрық алып соны орындап жатса, біздің елімізді Ресейдің аяғының астына жығып берсе, ондай президенттің бізге не қажеті бар? Ал сіздер болса ары қарай жүре беріңіздер. Ол мәдениетті, ол оқымысты деп. Ондай адамның маған 1000 жерден ол академик болсын, ешқандай қажет жоқ ондай президенттің. Ешқандай намысы болмаса. Ана жолы көрдіңіздер ғой, Ресейдің бір боқмұрын журналистіне дұрыстап жауап бере алмады. Сен өз жөніңді біл деп, оны орнына қоюдың орнына бір қайдағы бір тексіз боқмұрын ешқандай әдепті сақтамайтын дікілдеп отырған журналистің алдында мектеп оқушысы сияқты міңгірлеп отырды. Ондай президент маған керек емес. Құрып кетсін ондай президентіміз. Мен ондай адамға сенбеймін. Ал сіздер ары қарай жүре беріңіздер оған сеніп. Тоқаев красавчик деп. Ары қарай жүре беріңдер, солай өз тілдеріңді менсінбей орысша сөйлеп. WhatsApp чаттарда өңкей қазақтар жиналады да, бәрі бір-бірімен орысша сөйлеседі. Сендер не, әлі оянған жоқсыңдар ма, қазақтар? Әлі тіл маңызды емес дейсіңдер ме? Әлі мен өзім білем қай тілде сөйлейтін деп жүресіңдер ме солай? Бітті, біз тәуелсіздігімізді жоғалттық. Оның бәрі тілдің арқасында, тілдің кесірінен болып жатыр. Біз өз тілімізді менсінбегендіктен әлі жүресіңдер ме солай, орысша сөйлеп? Жүре беріңдер солай. Ресейдің тауарларын сатып алып, олар арзан ғой деп. Ресейдің тауары жақсы ғой, сапалы ғой деп. Қайдағы бір өтірікке сен. Жүре беріңдер солай. Бірақ ертең Ресей әскері басып кірген кезде, сол кезде айтпады демеңіздер. Олар қайдан шыға кел деп таңғалмаңыздар. Оған біз өзіміз кінәліміз. Өз ана тілімізді қадірлемегеннен, оның құнын білмегендіктен, өз ана тілімізді менсінбегендіктен, өзіміздің еліміздің болашағын ойламағандықтан, немқұрайлы қарап, өз қалтамыздың қамын, өз қалтамызды еліміздің болашағынан жоғары қойып, Ресейдің арзан тауарларын сатып алып, өзіміз елімізді солай Ресейдің алдына жығып бердік. Өтірік президентке сеніп, ары қарай солай жүре беріңдер. Өз тілдеріңді менсінбей орысша сөйлеп.